Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Айша Рахымбековна. Мен сіздерге 4 сыныптың математикадағы кейбір есептерін бөліскім келіп тұр. Менің сыныптастарыма ол көбінесе қиындық туғызып жатыр. Ең бірінші бізде мына жерде жазылып тұр. А және Б кентінің ара қашықтығы 40 километр. Бір уақытта А кентінен 80 км сағат жылдамдықпен жеңіл автокөлік, ал Б кентінен 60 км сағат жылдамдықпен жүк көлігі жолға шықты дейді. Қанша сағаттан кейін жеңіл автокөлік жүк көлігін қуып жетеді? Бізде мынау А кенті, міне, мына У. Мынау бізде Б кенті. Бізде олардың ара қашықтығы белгілі, мінеки көріп тұрсыздар. Бізге бірақ уақыты белгісіз. Біз қазір уақытын табуымыз керек болады. Енді былай істейміз. Барлықтарыңызға белгілі шығар, бұлардың формуласы. Қазір біз оны жазатын боламыз. Бұл жерге ең бірінші олардың қанша жүретінін білуіміз керек. U1, міне көрініп тұр. U1 тең, мен жазуым камерамен ұстағанға қолайсыз болды. U1 тең 80 км сағат. Сағы деп жазамыз. U2 тең 60 км сағат, я? Енді бізге яғни олардың ара қашықтығы 40 км белгілі, мінеки. Жазамыз 40 км. Енді бізге олардың уақыты белгісіз. Енді бұнда шешуі деп жазамыз да, формуланы ең бірінші ұмытпаймыз. Бізде S бөлінген U. Т тең S бөлінген U. Мен S бөлінген U деп қана жазалдым, мінеки. Енді бұл жерге біздің есебімізді жазамыз. Ол үшін біз 40 бөлінген жақша ішіндегі 80 алу 60 деп жазамыз. Енді 40 бөлінген мұналарды бір-бірінен азайт аламыз. Демек 20 қалады. Бұнда 20 саны жазамыз. Тең 40-тан 20 бөлінген кезінде 2 саны қалады. Енді бізде жауабына жазасыздар, я? Өздеріңіз есеп түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.